Көшпенді қазақ жұртының бағзыдан бері ірге тепкен ата қонысы. Менің отаным Қазақстан Республикасы. Ұлан ғайыр даласы мен асқақ таулары, терең тарихы мен бай рухани мұрасы тоғысқан қасиетті мекен. Бұл Еуразия жүрегінде орналасқан, кеңдігімен де, кеңпейілді халқымен де танылған ел. Қазақ жерінде көшпенділер өркениетінің ізі сайрап жатыр. Ал тәуелсіздік жылдар ел жаңа заманға нық қадам басты. Қазақстан бейбітшілік пен келісімді ту еткен, мәдениеттер мен дәстүрлерін жескен, болашағына сеніммен қарайтын жас әрі қуатты мемлекет. Ал осы республикамыздағы 87 қала 17 облыс ішіндегі менің туған өлкем Алматы қаласы. Менің туған өлкем Қазақстан Республикасының оңтүстік шығысында орналасқан Алматы қаласы. Мен 2014 жылдың желтоқсанның 18 жұлдызында осы әсем шаһарда дүниеге келдім. Отбасымның барлық 6 мүшесі де Шығыс Қазақстан облысынан шыққанымен, отбасымдағы Алматы қаласында туған жалғыз перзент менмін. Бұл жағдай мен үшін ерекше мақтаныш. Алматы терең тарихы бар, ғасырлар қойнауынан сыр шертетін көне қала. Бұл өңірде ежелгі сақтар мен үйсіндер мекендеген. Ұлы жібек жолының бойында орналасқан маңызды мәдени әрі сауда орталығы болғаны тарихтан белгілі. Кейін Верный қаласы атанып, одан әрі Алматы деген атаумен ел жадында қалды. Бір кездері Қазақстанның астанасы болған бұл қала елдің ғылымы, мәдениеті мен өнерінің алтын ұясына айналды. Алматының әр көшесі, әр ғимараты өткен мен бүгінді жалғап тұрғандай әсер қалдырады. Алматы жай ғана қала емес, ол менің жүрегіме ең жақын, жаныма ең ыстық мекен. Бұл қалада табиғат пен өркениет бір-бірімен үйлесім тапқандай. Асқар Алатау етегінде орналасқан, көшелері жасыл желекке оранған. Ауасы ерекше таза әрі сергек. Таңертеңгі таулардың сұлбасы, кешкі қаланың шамдары, бәрі де адамды өзіне баурап алады. Қайда барсам да, қай көшеден өтсем де Алматының сұлулығына қайта-қайта таңғаламын. Алматы Қазақстанның ең ірі мегаполисі. Елдің мәдени, рухани және экономикалық орталығы. Менің ойымша бұл қала Қазақстан үшін Нью-Йорк іспеттес. Үнемі қозғалыста, мүмкіндіктерге толы, армандар мен мақсаттар тоғысқан қала. Мұнда әр адамның өз жолы, өз үміті, өз тарихы бар. Алматының қарқыны энергиясымен алға жетелейді, шабыт береді. Мен бұл қаланы күн өткен сайын жақсы көре түсемін. Әр серуен, әр жаңа күн Алматыға деген махаббатымды арттыра түседі. Қаламды сурет, видеоға түсіруге де жалықпаймын. Болашағымда да осы қаламен байланыстырғым келеді. Бүкіл ғұмырымды да дәл осы жерде өткізгім келеді. Себебі Алматы менің туған жерім ғана емес, менің жан дүниемнің бір бөлшегі, жүрегімнің мекені.